Негізі бұл мәселен маслихат депутаттарына жолдауым керек еді, алайда олар сенің бір сөзіңнен аса алмайтындықтарынан тікелей өзіңе арнап отырмын. Саған Назарбаевтың сыныптасының ұлы Бауыржан. Қанша жыл болды қызметте жүргеніңе, алайда бір-ақ рет жақсы жағынан естілгенің бар. Оның өзі Нұр Отанда кезіңдегі 2014-тің 6-7 айында Нұр Отанда 25 мың парақор мүше анықталғанын мәлімдегенің. Әкім болғаныңнан бері өз сөзіңнен өзің күлкіге айналып жүрсің. Түсінемін, шетелде музыка пәні мұғаліміне оқыдың, мұнда көңіліңнің еркіне қарсы жүргенде боларсың. Іске көшсем, нақтысы есімнен шығып тұр, алайда сендер жылына 30-50 миллионды әкімдікті халық көзіне оң жағынан көрсетуге, яки имидж қалыптастыруға жұмсайсыңдар. Тағы 300-600 миллионды шетелдік арналардағы жарнамаға кетіресіңдер. Саған тегін ағайтайын. Қазір 1 миллион кісіге қол ұшын созып, олардың алғыс, тілек, баталарын алуға мүмкіндігің бар. Қалай десең, қалалық қоғамдық көліктерде жол жүру ақысын ересектерге 50 теңге, оқушы, студент, зейнеткерлерге 30 теңге ету. Есің дұрыс па, айына 1 миллиард түсіріп тұрған майшелпектен өз еркімізбен айырып қойып отырамыз ба дейтін шығарсың. Есім дұрыс. Иманғалидың, Ахметжанның кездерінде дизель және қосалқы бөлшектер қымбаттады деп сылтаурататын. Енді автобустың басым бөлігі газбен жүреді. Дизельден 2,5 есе арзан. Және троллейбустар көбейді, олар газдан да арзан. Оның үстіне автобус, троллейбустар өзімізде жиналуда. Балам бәрін өзіңдей көр деп өсірген шығар, бірақ бәрі сен сияқты әкімдіктен 2 қадам жердегі қаланың ең қымбат үйінде тұрмайды. Айына 600 мың алмайды. Әкеңнің сыныптасы кім екенін айтпасам да болады. Түсінесің бе, өзің білетін Шамалғаннан, Ұзынағаштан кісілер Құдайдың құтты күні оқуға, жұмысқа, беріш автобусқа төлеп, арш автобусқа төлеп келіп кетеді. Ешкім еріккенінен жүрген жоқ мұнда. Қалай күнімді көріп, балаларымды асырасам деп жүр. Ал сендер сол балаларына тәтті пұтты алатын тиындарын жолақсы деп сыпырып аласыңдар. Жас бала емессің ғой, тіреуіңде, өзіңде, мен де бір күні кетеміз. Ешбіріміз мұнда қалмаймыз. Қалатыны тек жасаған істеріміз дегім келеді. Осыны орындасаң қалалық бюджет тесіліп қалмайды. Бұны қалалықтардың атынан, яғни 500 теңгеге тойымды ашып, тікұшақта ұшып барып, шаңғы теуіп гольф ойнайтын, өзге параллельді әлемнің алматылықтарынан емес, кәдімгі осы қаланың көк түтінін күнделікті жұтып, қалалық бюджетті салық, айыппұл, тағы басқасымен толтырып жүрген алматылықтардың өтініші, ұсынысы, талабы деп қабылда. Ресми тіркеуім жоқ болса да 2000 жылдан бері Алматыда тұрам. Өз жерімде жүрек, келімсек секілді тіркелуге ниетім жоқ. Танымасаң Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Сен келініңде жүре бермейсің ба, нең бар басқаларда дейтін шығар.